Намаз башталар кезінде енді алдыңғы рядтардан аял кісілерді осы орталық жаққа түрі береді, Башқа диндегілер де келе береді, башқа диндегілер де келе береді. Бұл жер яғни туристерге ашық жер. Туристерге ашық. Германиядан да, Турциядан да, Америкадан да, Европадан бәр жерден келеді кісілер. Соларға біз экскурсия жүргіземіз, бәрін көрсетеміз. Жақсы. Ана Алаталаның есімдері жазылған. 99 есімі толықтай жазылған. 99. Башқа мешіттерде Астанада бар бу, аялдар келе береді, ушунда айланып же ушул жерде эле ушундай бу? Только ушул жер бу. Музей секілді ба? Башқа мешіттерде келе. Hazreti Sultan деген мешіт бар. Әзірет Сұлтан мешіті бар. Шықтан келсе болады, аялдар. Ол жерде бір ограничение бар негізі. Ол жерде ограничение бір тасар тұрады, ограничение. Дальше уже өтпейді. Ол ограничение жұма күні және де көрулеріңіз бойынша мына жақта қадарлар жоқ. Жақында Құдай қаласа енді ол нақты емес, бірақтан Қазақстандың ең жоң мешіті ушундай ол ачылыптыр 2022 жылы. 2022 жылы içine 20 bin adam batат eкен. Тышына болса 200 мың адам. Тышына болса 200 мың адам батат экен. Мында аял кишилер, жаш балдар кирип, беморал жүрө берет экен, көрүп, отуруп. Ушундай жаңы бир түшүнүк келишиптир. Ислам динин танытуу жагынан казак боордоштор негизи бул неме Турцияда дагы бар. Турцияда кээ бир мечиттерге кирип, ушундай Султан Ахмет мечитине болсун, жана башка мечиттерге кирип, ортолоруна аял кишилер, туристтер, башка диндегилер келип кирип кыдырышса болот да. Ошол системаны казактар, казак бауырдаштар бул жакка алып келишиптир. Мечиттин өдө жагында ушундай экинчи этажы дагы бар экен. Мечиттин бюджетин сурасак, бирок айтпады. Азыр айтылбаптыр канча миллионго бүткөнүнү. Бишкектеги мечиттин баасы белгилүү, 35 миллион долларга бүткөн. Бишкектин Кыргызстандын эң чоң мечити болгон Имам Сарахиси мечити. Бул жердикин сурадык, бирок бул жерде айтышпады. Нурсултан Назарбаевдин фонду курган мечит экен. Мечиттин баш жагында ушундай Алла Тааланын атын жаркыратып жасалгалап коюштур. Алла Тааланын аттарын ушинтип жасалгалашыптыр. Мындай кылып сонун кылып мечит салышыптыр. Казак bir тугандар.